Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен өте үлпілдек әрі биік болып шығатын бисквит дайындайтын боламыз. Бұл бисквит өте оңай дайындалады. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен 2 таза ыдыс дайындап алып, 5 жұмыртқаны сарысы мен ағын ажыратып, осы 2 ыдысқа бөліп саламыз. Енді қантты 2 бөлікке бөліп, осы сарыуыз бен ақуызға бөліктеп салып отырып, миксерлейміз. Енді ақуызға қантты сала отырып миксерлегенде, бізде ақуызда осындай қою, өте қою, ыдысты төңкергенде мүлдем ақпайтын масса шығу тиіс. Ал сарыуызды кішкене аппақ масса болмағанша миксерлейміз. Жаңағы ақуызымызға сарыуызды бөліктеп сала отырып, миксермен емес, күрекшемен араластырып отырамыз. Бізде осындай үлпілдек масса шығу тиіс. Ұнға қопсытқыш салып, осы ыдыстың ішінде оны араластырамыз. Енді еліктен өткізіп, біртіндеп сала отырамыз. Енді оны күрекшемен араластырып, бізде осындай жаңағыдай өте үлпілдек, кішкене қоюланған масса шығу тиіс. Енді кез келген бір формаға жаңағы біздің қамырымызды салып, оны 30 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Міне бізде осындай биік болып бисквит шықты. Ол бисквит жаңағы қарағандарыңыздай өте оңай дайындалады. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.